Қайырлы кеш. Бүгін біз баламыз екеуміз жалпы мынандай кітаптар туралы айтатын боламыз. Мен өзім осы Мұхтар Шахановтың Жәмшінің ғұмырлық геометриясы атты кітабын оқыған болатын. Бұл кітап 2015 жылы жарық көрген екен. Осы кітапта өзіме ұнаған бір жерлер бар еді. Соны сіздермен бөлісейін. Жалпы Мұхтар Шаханов атамыз 20 жасына толған кезде оған Төлеген Айбергенов пен Шәмші Қалдаяқов ерекше сыйлықтар берген екен. Төлеген Айбергенов атамыз Мұхтар Шахановқа іле тауларының құстары және де тасбақаның түрлері деген осы екі кітапты сыйға тартқан екен. Және де сыйға тарту арқылы оған мынандай сұрақтар қойған екен. Бүркіт неге 100 жыл өмір сүреді, тасбақа неге 300 жыл өмір сүреді деген сияқты сұрақтар қоя отырып өзінің ойын былай жеткізген екен. Егер сен үлкен ақын болғың келсе, сен өзіңді қоршаған табиғатты және де осы табиғатта мекен ететін тіршілік иелерін танымай жатып, сен үлкен ақын бола алмайсың деген екен. Ал Шәмші Қалдаяқов ол екеуміз де Александриядан кейінгі ең үлкен кітап қоры мол мекенде, яғни отырарда туылғанбыз. Біз сондай тарихи мекенде туыла отырып мынандай оның тарихын білмеуіміз бізге кешірілмейді деген сияқты жеткізген. Және де ол Шәмші Қалдаяқов Мұхтар Шахановқа мынандай сыйлықтар берген екен. Сол Шыңғыс хан басқыншылармен 6 ай бойы күрескен қанжардың жұрнағымен және де сол жауынгер ата-бабаларымыздың су ішкен құмыраларының бөліндісін сыйға тартқан екен. Яғни оны сыйлаған себебі сен үлкен ақын болу үшін өзіңнің туған жеріңнің тарихын білуің керек. Ондағы әділетті және әділетсіз өткен соғыстардың тарихын білмесең, сен адал, шыншыл ақын бола алмайсың деген ниетте берген екен. Осы бір жерлер менің жүрегіме өте қатты әсер етті. Сондықтан мен де өзімнің балдарыма осындай өзіміздің тіршілік еткен мекенімізді, өзіміздің тарихымызды насихаттау барысында біз балдарымызға кітап алып, мынандай жануарлар туралы кітаптар алған болатынбыз. Бұл жерлерде осы жануарлардың осы балаларға арналған, балалар тілінде жазылған және де оқуға жеңіл, кішкене болсын мәліметтерді біліп өседі деген ниетте біз алып отырмыз. Жалпы жануарлар әлемі мен адамдардың өмір сүруі бір-біріне ұқсас сияқты болып келеді. Егер де шын мәнінде өздеріңіз мысалға BBC арнасы бар, біз мысалға өзіміздің отбасымызбен BBC арнасын көріп отырамыз. Ол жерде мысалға жұмыстан шаршаған кезде, бір демалғың келген кезде, сол BBC арнасында мысалға жануарлардың, әрбір жануарларға, құстарға болсын, жәндіктердің өмірлерін зерттеп сол жерде түсіреді. Сол жердегі менің өзімге ерекше есте алған нәрсе мынандай екен да, арыстандардың мысалға аналық арыстандар бар, аналық арыстандар өздерінің жемтігін алып келеді екен, яғни күресіп жүріп, олар жемтік табумен айналысады екен да. Ал аталық арыстандар олар шекараны қорғап отырады екен, жай ғана шетте былай отырады екен. Ал жемтікті тауып алып келетін ол аналық арыстандар екен. Осы жері сәл-сәл маған ұнамады. Соншама аң патшасы арыстан деген кезде маған мысалы сол жер ұнамады да. Енді білмеймін енді басқаларға қалай. Аналық арыстандар күресіп жүріп, өмірлерін қауіпке төндіріп жүріп, жемтік тауып жүргені маған ұнамады. Тағы да маған өрмекшілер туралы. Өрмекшілерде де мысалға аналық өрмекші мен аталық өрмекшіден балалар пайда болған кезде, аналық өрмекші өзінің аталық өрмекшісін жеп қояды екен. Және де аналық өрмекші балалар туғаннан кейін балалары сол аналық өрмекшіні балалары жеп қояды екен. Солай өрмекшілердің өмірлері сондай екен. Біз осындай жануарлар туралы қызығып балдарымызға осындай кітап алып бердік. Және де біздің Орал осы кітапты мұқият оқып шықты. Және де оған мен осы кітаптағы сұрақтарды қоятын боламын. Кез келген жерден қояйын. Кім баласын сөмкесіне салып жүреді? Коала и кенгуру.
Дұрыс. Кенгуру қандай? Ол жүруді білмейді, бірақ секіруді жақсы істейді. Дұрыс. Коала ше? Ол аюға жатады. Аюға жатады. Қалай? Аюға жатпай ма коала? Аюға жатады ғой. Иә, дұрыс. Қалталы аю екен ғой. Дұрыс, қалталы аю, иә. Қалталы аю, дұрыс. Коала ғой. Иә, коала. Ол қандай екен? Ол тек не екен? Ағашта өмір сүреді. Дұрыс. Ағашта, дұрыс. Ағашта өмір сүреді екен. Ол су іше ме екен, су ішпей ме екен? Ішпейді. Иә. Ол мүлдем су ішпейді екен. Тек қана жапырақтарды жеп өмір сүреді екен. Пілдер туралы айтып берші. Пілдер, олар мысалы оларға тамақ береді ғой, тамақ берген соң олар жеңде жатқанда мүйізін нәрседе мүйіз шығып тұрады ғой, сол жерден сезіп қолы да несі де саналады екен. Дұрыс. Содан соң тағы не айта аласың пілдер туралы? Пілдерді құлағы бар ғой, сол құлағымен жауындарды қорқыту үшін істейді. Дұрыс. Тағы да құлағын жаяды, олар жауларын қорқыту үшін құлақтарын былай бет жаяды екен. Мысалға алдарынан бір сезікті бір жануар шыққан кезде, сондай шыққан кезде құлақтарын жаяды екен. Тағы да не айтамыз? Кімнің басында әшекейі бар? Бөкен, мүйіз тұмсық. Дұрыс. Бұланда. Дұрыс, бұланда. Ең үлкен мүйіз кімде екен? Бұланда. Дұрыс, бұланда екен. Мүйіз тұмсықты не үшін мүйіз тұмсық деп атайды екен? Мүйіз тұмсық себебі оның біреудің мүйізі тұмсығының үстінде орналасады екен. Соны біз мүйіз тұмсық деп атаймыз. Бұл аң дейді, өз мүйізін қару ретінде қолданады дейді. Мүйіз тұмсықтан тіпті арыстандар да қорқады дейді. Яғни олардан арыстандар да қорқады екен. Кімнің мойны ұзын? Керік. Одан соң, кім ағашқа жақсы өрмелейді? Орангутани. Орангутан. Гибон. Гиббон қандай екен? Гиббон кішкентай. Адам тәрізді маймылдардың ішіндегі ең кішкентай екен. Горилла. Олар өте үлкен және ауыр болады. Шимпанзе. Шимпанзелер қандай екен? Ақылды, еңбекқор болады екен. Шимпанзелерде адамдардікі сияқты 5 басшыбай болады екен. Оларда тырнақтар болады екен. Тұяқ емес, тырнақтар болады екен. Олар бір-біріне не істейді екен? Көмектеседі екен. Ең үлкен үй құсы қандай? Күрке тауық. Дұрыс, күрке тауық. Тағы да қандай мәліметтер білген едік? Кім ұша алады? Және кім ұша алады екен? Торғай. Торғайдан кейін тотықұс. Және тұмсығы ең кішкентай құс қандай құс екен? Торғай. Дұрыс. Тұмсығы ең кішкентай құс торғай екен. Барлығынан ең ұзақ өмір сүретін жануар қандай жануар екен? Тасбақа. Дұрыс, тасбақа екен. Тағы да оған жылан, қолтырауын, кесіртке, оларда кішкене көп өмір сүре алады екен оларды. Кім баласын сөмкесіне салып жүреді? Кенгуру и коала. Кенгурулер қандай екен? Бала туылып секіруді біледі, бірақ жүгіруді білмейді. Дұрыс. Коала ше? Коала туралы не айта аласың? Коала ма? Ол қалталы аю болып саналады екен. Коала. Және қай жақтарда өмір сүреді екен? Қай жақта дегенде енді қай жерде өмір сүреді? Азия. Жоқ, енді немен қоректенеді? Там қорайды. Коала ма?
Иә. Тамақ құрай ма? Жапырақтармен. Иә, жапырақ. Одан соң коала су ішемеген, Hı. ешқашан су ішпейді Тек қана екен. жапырақтармен ғана қорытылады. Болды. Осымен біздің кішкене болсын мәліметтер білді деп ойлаймыз. Сау болыңдар.